Қыз алып қашу қазақтың дәстүрі. Бұл сөзді бәріміз естідік. Тіпті кейбір үлкендер бұрыннан бар ғой, солай үйленгендер көптеп қыз алып қашуды ақтап та жатады. Бірақ бұл қашан қанға сіңген дәстүрге айналған? Қыз алып қашқандарды не күтіп тұр? Көршінің қызы осы сұрақтардың жауабын іздеп көрді. Болды, қойсашы. Не? Балқия, мен сені жақсы көрем. Жақсы көрем. Мен жеңгелерімді осылай алып қашқан. Қазір бақыттым, 4 балалары бар. Әлі бақытты болып кетеміз. Дәл осындай кадрларды шынайы өмірден алынған деседі. Бәріміздің бір қыз алып қашқан танысымыз бар ғой, солай ма? Қазақ халқының дәстүрінде қыздың абыройы ең жоғарғы құндылықтардың бірі саналған. Тіпті қызға 40 үйден тыйым деген сөздің өзі қызды шектеу үшін емес, оның қауіпсіздігі мен қадірін қорғау үшін айтылған. Қыз ұзату, құда түсу, сырға салу. Осының бәрі екі әулетті жақындастыратын салт дәстүр рәсімдер. Ал қызды еркінен тыс алып кету осы салттардың ешқайсысына да жатпайды. Өткен заманда қыз алып қашу әрекеті көп болған. Бәрімізді осылай алып қашқан. Бұл дәстүр дегенді жиі естиміз. Дегенмен Тәуке ханның кезінде-ақ осыдан бірнеше ғасыр бұрын жазылған 7 жарғының өзінде әйел адамның құқығы, сонымен қатар оның орны ерекше сақталған. Біздің заңдарымыз бойынша қыз алып қашу да қылмыс. Қыз алып қашуды дәріптеудің сол себепті еш қажеті жоқ. Тіпті ол азаматтыққа және серілікке жатпайды. 7 жарғының өзінде қыз алып қашқандарға құн төлеткен. Демек, қыз алып қашуды дәстүрдің бір түрі деп ақтай алмаймыз. Мені аттасаң, бақытсыз болып өтесің. Бақытсыз боласың. Сені енді кім алады деп табалдырыққа жататын әжелер. Немесе бізде сен сияқты келгенбіз, біздің қайнымыз керемет, әлі-ақ бақытты болып кетесің дейтін ақ жеңгелер. Әрине, қыз бен жігіт екі жақты келісіммен отбасын құрса, онда ешқандай әбестік жоқ. Ал қыздың еркінен тыс алып қашқан жағдайда ол нағыз қылмыс. Қазақстанда қыз алып қашу деген жеке бап жоқ. Егер қызды өз еркінен тыс ұрлап алып қашса, жігіт адам ұрлау, адамды бас бостандығынан заңсыз айыру, кей жағдайда зорлық көрсету баптары бойынша заңға тартылады. Бұл дегеніміз 3 жылдан 7 жылға дейін сотталу деген сөз. 2022 жылдан 2025 жылға дейін Қазақстанда қыз алып қашу немесе некеге мәжбүрлеу бойынша полицияға 214 шағым түсіпті. Бірақ оның 10 ғана сотқа жеткен, ал қалған 204 іс жылы жабылған. Ал әлеуметтік желілерге назар аударсақ, қыз алып қаштық деп желіге түрлі видео жүктеп, тойғамы деп пост салатындар көбейген. Ал Threads желісінде мен алып қашты, қазір бақыттымын, немесе құрбымды алып қашты, бірақ соңында ажырасып тынды дейтін жазбалардан көзде талады. Нақтылай түссек, қыз алып қашу ешқашан қазақтың төл дәстүрі болған емес дейді тарихшылар. Келісіммен қашқан екі жастың оқиғасы мен қызды күштеп алып кетуді шатастыруға болмайды, ара жігін ажырату керек. Келісімсіз адамның бостандығын шектеуді заң да, дін де қолдамайды. Ал сіздің өңірде қыз алып қашуға деген көзқарас қалай? Пікірге жаза кетіңіз.